Мысалы, мешітке кірген кезде қараңыз, кімде-кім мешітке кірген кезінде Алладан қорқып келе жатқан кезде, Алла Тағала ол адамның мойнына, бас жағына және екі иығына сол намазға дейінгі күллі күнәларын жүктеп қояды дейді. Сөйтіп ол намазға тұрып, сәжде жасаған сайын, рукуқ жасаған сайын жаңағының бәрі төгіледі. Сөйтіп, мешіттен шыққан кезде күнәсіз шығады. Ал мен жаңағы иықтарымдағы күнәларымды ойламаймын мен анаған қараймын, мынаған қараймын. Мен қандай темамен кірдім, сол темамен шығам. Алла мұқтажсыз бай. Егер де мен кірген кезде мен жаңағы нәрсемді ойлап кіру керек. Соны ойлаған кезде мынаның бәрі есімнен шығып кетеді мен. Халық, қанша халық тұрғанда білмей қалуым керек. Өйткені менің ойлап келген нәрсем сол. Мен соны неғұрлым ойлаймын, соғұрлым Алла мені сақтайды.